Бірде Ибрахим ибн Адхам маңызы жоқ сөздерді сөйлеп отырған бір кісінің жанынан өтеді. Сонда Ибрахим ибн Адхам оған: «Мына сөйлеп жатқан түк мағынасы жоқ бос сөздеріңмен сауапты үміт етесің бе?» деп сұрайды. Сонда әлгі кісі жоқ деп жауап береді. Ибрахим ибн Адхам ол кісіге тағы сұрақ қояды: «Бұл бос сөздеріңмен азаптан құтыламын деген сенімдесің бе?» Әлгі кісі жоқ деп тағы жауап береді. Сонда Ибрахим ибн Адхам ол кісіге: «Онда сауапқа үміт артпайтын, азаптан еш құтқармайтын бұндай сөздеріңді қайтесің?» деп ескерткен екен. Ардақты пайғамбарымыз Алла елшісі саллаллаху алейхи уассалам өзінің сахих хадисінде былай деген: «Кім Аллаға және ақырет күніне иман келтірген болса, онда жақсы сөз сөйлесін, немесе үндемесін» деген.